Ассаламу алейкум, Қарақалпақстан телеканалының азиз ықласпентлері. Сіздер менен бірге балалар студиясында балалар дүниесі көрсетуінің нөбеттегі саны арқылы көрсетіп тұрғанымыздан біз жүдә қуанышлымыз. Білесіз достар, көрсетуіміз еліміздегі жас талант иелерінің талантларын жүзеге шығаруда, хамде рубрикалар арқылы бірі-бірінен қызықлы болған мағлұматлар менен таныстырып баруда жақыннан жәрдем береді. Міне бүгінде біз көрсетуімізде бір қанша қызықлы мейманлар менен сөйбет, хамде рубрикалар таярлап қойғанбыз. Демек достар, бізді тамашалаудан ұзақласпаң, біз көрсетуімізді баслаймыз. Көрсетуіміздің бүгінгі санына Нөкіс Темірбеклер мектебі әскери академиялық лицейінің инглиз тілі пәні оқытушысы Камила Жұмамұратова хамде оның перзенті Малайзия мемлекетінде өткерілген дүниежүзілік жазба жұмысы таңлауында сыйлы 3-ші орынды иелеп келген Зарина достымызды мұрат еткенбіз. Ассаламу алейкум, көрсетуімізге қош келіпсіз. Зарина, ең дәслеп, сізді бұндай үлкен жетіскенлігіңізбенен шын жүрегімізден құтлықлаймыз. Рахмет. Камила апа, Заринаны инглиз тіліне қызықтыру процесслері қалай болған? Зарина кішкентай уақытынан баслап инглиз тіліне қызығатұғын, 1 жасынан баслап, үйде қаралпақ тілінде сөйлессек те, бұл қызымыз инглиз тілінде сөйлеуді давам ете берген. 1,5 жасарынан баслап инглиз тілінде мультфильмлерді көріп баратұғын. Соның арқасында, әмде өздеріміз үйде де инглиз тілінде көп ойынларды бірге ойнайтұғынбыз. Соның арқасында бұл инглиз тілінде сөйлеуді үйренген. Бұның тілі де инглиз тілінде шыққан. Бірақ сонда да біздер үйде өздеріміз қаралпақ тілінде сөйлесіп, қаралпақ тіліндегі өзінің білімдерінде асырып барып жатырмыз. Бірақ қазірде қызымыз инглиз тілінде толығымен сөйлесе алады. Әмде бұл қызымыздың үкесі де бар. 3,5 жасар қызымыз бар. Ол қызымыз да инглиз тілінде еркін сөйлесе алады. Жүдә жақсы. Зарина, келің экран алдындағы достарымызға өзіңізді инглиз тілінде таныстырып берсеңіз. Hello everyone, my name is Ablayeva Zarina Kazbekovna and I am almost 9 and I am 8 years old actually, and I study in 55th school at Nukus, and my hobby is to learn English and watch TV. My hobby is to learn English. I started learning English when I was 1 year old. I learned English by watching TV, and I think you should watch TV to learn English because watching TV is always fun. Жүдә жақсы, Зарина. Камила апа, Зарина жақында болып өткен Малайзия мемлекетіндегі дүниежүзілік жазба жұмысы таңлауында сыйлы 3-ші орынды иелеген екен. Заринаны бұл таңлауға таярлау процесслері қандай болған? Зарина қызымыз бұл жарысқа ноябрь айындағы Өзбекстан басқышына қатынасқан бірінші. Бұл бірінші басқышы әр уалаятта, яғни 12 уалаят Қарақалпақстан Республикасында болып өткен. Әр уалаяттың өзінде жарысты өткерген һәм жұмақ нәтижесін ноябрь айының ақырында шығарған һәм соның нәтижесіне бола бұл қызымыз Өзбекстан бойынша 2-ші орынды алған, 2-ші класс оқушылардың арасында һәм өзінің Малайзияға болған финал басқыштағы жолламасын ұтып алған. Һәм декабрь айының 20-21 сәнелерінде болып өткен Малайзияның Куала-Лумпур қаласындағы сол финал басқышына қатынасып келді. Бұл жарысқа қатынасу процесі жүдә қызықлы болған. Осы Нөкіс қаласында, қызымыз өзі Нөкіс қаласындағы 55-ші санлы ұлма білім беру мектебінде оқиды. Һәм осы мектептегі ұстазлары Нұржамал һәм Абдырашид ұстазлары өзлерінің жақыннан көмеклерін берген, һәм ұзақ тәрлау жұмысларын алып барған. Һәмде өздерімізде үйде сол инглиз тілінде сабақларын таярлап, сол тестке таярланғанбыз. Камила апа, Малайзия мемлекетіндегі жол сапарында болған қызықлы уақиялар хақында айтып берсеңіз. Қызымызды бұл жарысқа әкесі алып барған. Әкесінің айтуы бойынша ол жерде жолда жүдә зор қызықлы уақиялар болған. Малайзияға барғаннан кейін әсіресе жат ел, бірақ қызымыз қаттыға қызығушаң. Петросян имаратын көруге барған уақытында қызымыз қаттыға қызығушылық етіп, адамдармен бірге қосылып кетіп қалады алды бетке. Әкесі оны іздеп тауа алмай қалады. Ұзақтан қараса қызымыз өзін жоғалтпай, жыламастан тура сол милиция органларының сол жердегі алдына барып, менің әкемді тауа алмай атырппын, сол тауға жәрдем берсеңіз деп инглиз тілінде сөйлесіп тұрған жерін көріп қалады. Һәм бұл қызым жылайм екен деп ұзақтан қарап тұрады, бірақ бұл қызымыз жыламастан мейманхананы түсіндіріп, һәм
әкесінің атын, фамилиясын, қаяққа, не үшін келген екенлігін түсіндіріп, айтып тұрған жерінде әкесі қасына барып, сол қызымызды алып кеткен. Һәм кеншелік қызымыздан сен қорқтың ба жойтқан уақытыңда деп сұраса, бұл қызымыз қорқпадым, себебі ол жерде милиция органлары бар еді, олар маған жәрдем береді деп сендім деп айтқан. Жақсы. Достар, нәубетті English Time рубрикасына береміз. Мархамат.